Дәл қазір мен сіздерге постта текст абзацқа бөліп жазу жайлы көрсететін болам, түрлерін көрсететін болам. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Абзацқа бөліп жазу дегеніміз, яғни инстаграмға сіздер өзіңіз осылай теріп жазып, одан кейін барып апарып поделиться ете салсаңыздар, сіздердің постарыңыз мынандай болып қалады. Міне, мынау сияқты аралары жабысып мен қазір мынаның өзінде жабысып тұрған жоқ, но бірақ жабысып дым әдемілігі қалмайды. Қараңыздар, мына жерде мына бір-екі ас қасықтан күніне 2-3 реттен берген дұрыс дегеннен кейін барып, егер балаңыз еметін болса дегендердің бәрі төмен кәдімгідей қатарға бөлініп солай жасалынса уже әдемі көрінетін еді. Ал мына жерде уже мүлдем дым түсініксіз, және де уже бұндай постты көрген кезінде адам оқығысы келмей қалады, просто так шығып кетіп қалады. Мен сіздерге сол үшін әдейілеп тұрып бұны көрсетіп отырмын. Екіншісі, мысалға мынандай абзацқа бөлініп тұрады. Уже адам бір нәрседен көре салған кезінде өзінде ішкі интуициясы бұны оқығысы келіп тұрады. Өйткені бұл кәдімгідей нақты, анық, уже адам оқыса да қиналмай оқитындай, сондай жинақы болып көрініп тұрады. Сондықтан абзацқа бөлу бұл міндетті. Ал сіз алып просто так бетіп қойып жазып инстаграмда мысалы бетіп жазып жіберетін болсаңыз, уже абзац болмай қалады. Сондықтан қазір біз көрсетеміз. Ең бірінші қарапайым түрі бұл қандай? Сіздер пост жазған кезінде міндетті түрде сіздерге миларыңызға қайта осы марафон барысында қайта айтып отыруға тырысамын. Постыңызды алдын ала жазуыңыз қажет, ол міндетті. Барып инстаграмда отырып бұлай жазып деген жоқ. Үстіп жазып жіберу деген әңгіме жоқ, ондай нәрсе жоқ. Қазір міндетті түрде уже заметкеға немесе кәдімгідей Play Market'тен, App Store'дан блокнот скачать етіп аласыздар ма? Алдын ала сіз өзіңіздің неңізді жазып жүріңіз керек. Осылай постоянно жазылулы болу керек сіздің посттарыңыз. Есіңізге бірдеңе түсті ма, жазып отырыңыз. Алдағы уақытта ол сізге керек болады. Сондықтан кеттік ары қарата. Енді мынандай бір пост аласыз и өзіңіздің неңіз бойынша жазасыз. Қай жерде сізде абзацқа бөлу керек, қай жерде не болу керек, барлығын осылай келтіріп жасап аласыз. Міне былай арасын бәрін ашып, үстіп жазасыз да, араларына звездочка немесе тағы бір деңені қойып шығасыз, точкамы. Сол арқылы сіз кейін инстаграмға салған кезінде бұл жердің барлығы ашық тұратын болады, звездочкалар ғана тұратын болады. Енді қараңыз, маған бұл болды, үстесті копировать етесіз ғана апарып қоясыз. Бірақ маған бұл ұнамайды мүлдем, арасына осындай тастаған. Сондықтан сіздерге мен екінші түрін көрсетейін. Ең негізгісі, мен осы екінші түрін қолданамын постоянно. Бұл екінші түрі, бұл қалай дейсіз ғой? Мына нені мен қазір арасын бәрін ашып выбрать етемін даны, скопировать етемін. Боттарды білесіздер, қазіргі таңда өте көп боттар, яғни робот сияқты сіз үшін бірдеңені істеп беретін нәрселер өте көп. Осы сияқты инстаграмға арналған телеграмның ішінде бот бар. Бұл текст инстабот деп аталады. Мен қазір текст инстаботты удалить етемін, өйткені сіздерге мен жаңадан көрсетуім керек, чтобы түсіну үшін сіздер. Ол міне мынандай ағылшынша текст 4 for инстабот, міне бірінші тұрған. Осыған кіресіздер и осындай болып шығады. Осыны начать дегенді бассаңыздар, ол сіздерге добро пожаловать в бота дейді, посмотреть инструкцию деп шығады. Бұл жерде өздеріңіз оқып аласыздар инструкциясын қалай істеу керек. Если сөзіңізді пассивент тұрғыңыз келсе, сөздің алдына немесе сөйлемнің алдына екі тал не қоюыңыз керек, өтір қоюыңыз керек, немесе красный строчкада болса екі тал точка қоюыңыз керек деген сияқты өзінің ережелері бар. Енді қараңыз, мен енді бұл жерге бағанағы скопировать еткен немді қоямын,
вставить етемін. И мына жерде қараңыз, араларын ашып жаздым. И мына жерде мен бірақ Алтайдан дегендегі мен красный строчкаға шығарым келді. 2 тал точкамды қойдым. Алғаш тағамды бастаған сәтте дегеннің алдына 2 тал өтірімді қойдым. Сөйтем дағына барлығын редактировать бәрін болғаннан кейін бұны отправить етемін. Отправить еткеннен кейін мынаны қараңыз, міне. Мынау менің отправить еткенім. Мынау ол боттың маған жібергені. Бұл жерде уже қарасаңыздар арасын барлығы ашық, бірақ Алтайдан кейін дегенді красный строчкаға қойып берді. Одан кейін барып үстіп жасап берді. Енді мен осыны аламындағыны скопировать етемін. Осы боттың жіберген, яғни сізге бот дайындап берді уже. Осыны скопировать етем дағыны өзімнің постыма кіремін. Сөйтем дағыны добавить етемін. Сөйтем дағыны окей деймін. Сөйтіп поделиться етемін. Сол кезінде қараңыздар, менде міне қарасаңыздар уже тура бағана қалай маған жіберді, тура сондай қылып уже реттеп жасап берді. Көрдіңіздер, міне бірақ Алтайдан деген красный строчкаға шығып тұр. Енді қыздар қараңыздар, бұл кейде мына Telegram деген бәле істемей қалатын кез болады. Сол кезінде сізді не құтқарады? Сізді құтқарады мынандай Google-ға жазып қойған нәрсе. Пустой символ деп инста деп іздесеңіздер болады, немесе не деп невидимый символ деп іздеуге болады. Тағы да секретный пробел деп іздеуге болады. Жалпы іздейсіздер, сол кезінде мынандай кавычканың ішінде пустой жерді тауып береді сіздерге. Осы пустой жер кәдімгідей сіздерде бір ауа сияқты кәдімгі бар. Осыны сіздер аласыздар да кавычкасыз просто так скопировать етесіздер. Міне прозрачный символды аласыздар, скопировать дейсіздер дағыны. Бұны мысалы заметкеға сақтап қоюларыңызға болады. Осы именно прозрачный деп вставить етіп, міне қараңыздар, ештеңе жазылып тұрған жоқ, но бірақ бірдеңе бар. Көрдіңіздер ғой? Міне мынандай бірдеңе бар. Осыны скопировать етіп мысалы қойып қойсаңыздар болады өздеріңізге, чтобы интернетке кіріп жүрмей, просто так ашасыздар. Мына жерде мен готово. Так, менде мынандай нәрсе мына жерде екен. Осыны алдына мынандай кавычка қояйын мысалы, чтоб қай жерде скачать етіп білетінінде. Не арасы осы. Енді осы жерге мен пустой символ деп қояйын. Үстіп сақтап қойыңыздар өздеріңіздің заметкеларыңызға. И кіресіздер дағыны пустой символды скопировать етесіздер. Сөйтесіздерді бағанағы жазып отырған сөйлеміңіз бар ғой. Міне мына сөйлемдердің арасына мына ашық тұрған жерге вставить етіп шығасыздар. Сіздерге көрінбейді, но бірақ сіз вставить етіп атсыз. Үстіп вставить етіп шығасыз дағана апарып неге саласыз? Бағанағы инстаграмға саласыз, сол кезінде арасы ашық болып шығады. Осы 3 түрі бар. Өзіңізге ыңғайлысын қолдануыңызға болады, бірақ ең негізгі ыңғайлысы бұл бағанағы Telegram бот. Ол енді істемей жатқан жағдайда осыны қолдануларыңызға болады.